Көктемнің көрікті мерекесі әз наурызда келіп жетті ағайын. Жыл басы болып саналатын ұлыстың ұлы күнінде ақ тілектер ақтарылып, өкпе-реніштер ұмытылып, табысу, көрісу сияқты ізгі амалдар көрініс табады. Дәл осындай құтты қадамдармен астасып жатқан мерейлі мереке қасиетті Қарасай жерінде де тойланып жатыр. Күллі қарасайлықтар биылғы наурыз мерекесін аудан орталығы Қаскелен қаласында орналасқан номер 1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің орталық стадионында атап өтті. Алғаш рет ауқымы кең жасыл алаңда жиналған қонақтардың қарасы көп болып, мейманымен жарасқан мейрам ерекше думан тойға ұласты. Сахнаның сәні келісіп, мұң бұралған бишілер мен күміс көмей әншілер әз наурыздың көркін қыздырды. Салтанатты шарада аудан әкімі Жандарбек Талабаев жиылған көпшілікке ақ тілегін арнап, берекелі наурыз мейрамының ерекшелігі жайлы сөз етті. Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Жер ананың тұла бойына жан бітіп, табиғат тілеуінің бастауы наурыз мейрамы. Орта Азия елдері үшін ерекше мереке. Наурыз мейрамын халқымыздың ұлыс күні деп аталуы мерекенің мәртебесін ұлықтайды. Жүрекжарды жылы лебізін арнаған соң аудан басшысы Жандарбек Ермекұлы ауданымыздың әлеуметтік экономикалық дамуы мен өркендеу жолында еңбек еткен бірнеше белсенді азаматтарға Қарасай ауданының құрметті азамат атағын табыстады. Айтулы күннің есте қалар сәттері мұнымен аяқталған жоқ. Орталық алаңда мерекеге орай түрлі ұлттық спорттық ойындар өткізіліп, шараның көркі қызықты қойылымдармен де жандана түсті. Көптің көңілінен шығатындай, мұнда алтыбақа мен батуттар орнатылып, жеткіншектер мен бүлдіршіндердің де жүздері қуанышқа кенелді. Наурыз мейрамы қазақ елін мекен еткен басқа да этностардың ортақ мерекесі болып саналатыны белгілі. Бүгінгі көрікті мереке қарсаңында бауырлас ағайындарда ұлыстың ұлы күнін шаттық сезімде қарсы алып, ақ тілегін жеткізіп жатты. Бүгінгі күніміз өте қуанышы батыр. Бүгін мына стадионда өтіріп атқан өте тамаша. Көп ұлтты халық бәрі мейрамдап жатырмыз. Аспанымыз ашық болсын, ақ көп болсын, халқымыз аман болсын деймін. Поздравляю народ Казахстана, поздравляю свой Карасайский район от Курского культурного центра. Официально это поздравление нашему району, нашему акиму здоровья, нашему эльбасы. Ежелден жаңару мен жасампаздықтың бастауы, береке мен ырыстың арқауы болған ұлыстың ұлы күні әз наурыз құтты болсын. Сюжетті дайындағандар Дидар Мұхамадиев және Бағдәулет Талипов.